2023-тің мамыр айында 106 баптың 3 бөлігімен сотталдым. Яғни ол абайсызда адам өлімі. Ол оқиға ішімдіктің кесірінен орын алып, әйеліме жанжалдасып, әйелімді байқаусызда өлтіріп алдым. Осы кешке қарай ішімдікке тойып алып, үйге келдім. Өз-өзімді басқара алмай қалдым. Сол кезде әйеліммен кішкене конфликт болып қалды. Сол кезде әйеліме пышақ соғып алдым байқаусызда. Соның кесірінен әйелім көз жұмды. Егер сол күнге оралатын болсақ, бұндай нәрселер болмайтын еді. Сол күні мен басқаша істер едім. Сол күні ішпей үйге келіп, баламның қасында, әйелімнің қасында болатын едім. Бұндай жағдай болмайтын еді. Егер де сол күні мен ішпесем. Әрине кінәлі сезінемін. Себебі мен оның анасын өлтіріп алдым байқаусызда. Ең бірінші мен баламнан кешірім сұрап едім. Мен 10 жылға бас бостандығымнан айырылдым. Қазіргі кезде балам 2-ге толады. Осы абақтыда отырғаныма 1,5 жылдан асты. Ертең мен бостандыққа шыққан кезімде балам мектепке барып оқушы болады. Сол кезде баламды көрген кезімде мен ең бірінші кешірім сұрап едім. Себебі мен оның анасын сол күнге дейін жеткізе алмадым. Байқаусызда анасын өлтіріп алдым. Ендігі менің айтатыным, қандай жағдай болмасын, әйелдеріңізге қол көтермеңіздер. Ішімдікке жоламаңыздар. Отбасыларыңызды сыйлаңыздар. Осы мен айтатыным сіздерге. Отбасыларыңыздың қадірін біліңіздер. Ешқашан қателеспеңіздер. Арақ жақсы жаққа апармайды, жаман жағына апарады. Өз-өздеріңізге контроль істей алмай қаласыздар. Бұл мен үшін өмірімде алған ең ауыр сабақ болды. Қате сабақ. Біріншіден бір адамды өмірінен айырдым. Екіншіден өзімнің өмірімді құртып алдым. Баламның өмірін құрттым. Осы үшін мен бәрінен өкінемін. Менің жасым 25-те, сол кезде. Әйелім жасы 23-те болады. Енді қызықты шақтар басталайын деп жатқан кезде осындай жағдайлар орын алды. Сол үшін мен қатты өкінемін. Қазір бір жақсы отбасы бар еді, үлгілі. Мен шын мәнінде де жақсы нәрселерді ойладым сол кезде. Сол оқиғаға дейін. Бәрі жақсы болады деп ойладым. Қазіргі кезде олай болмай шықты. Осы жақта отырмын. Мен баламды да көре алмаймын, мен әйелімді де көре алмаймын. Өзімнің келіншегімді ұрып өлтіргенмін. Абайсызда болды ол жағдай. 2019 жылы. Содан бері айырылып отырмын. 9 жыл бас бостандығымнан айырылдым. Мас күйде болдым. Үйде ішімдік кесірінен осындай жағдай болды. Сол себеп осында отырмын. Өкінемін, әрине. Балаларым бар. Әйелімнен айырылып қалдым, жан-жағымнан. Әрине сағынамын балаларымды. Мүлде бәрі басқаша болатын еді. Оған енді ішімдіктің себебі ұрайын деп ұрған жоқпыз. Абайсызда болды бәрі. Өкінесің ол күнге. Еске алғым келмейді. Арамызда келіспеушілік болды. Үнемі ішіп келетінмін, бәрін айтып, жұмыс жасамайсың, арақ ішесің,
күндө айкайшуу, осындай себептин кесірінен, сол ішімдіктің кесірінен өзүмдүн жарымды абайсызда өлтүрүп алдым, уруп. Эсиме түшүргүм келбейт ар жагын баарын. Убайым баары бар. Балаларым сагынып жүрөм осы жүргөндө.